Сульфидті кендерді өңдейтін Ақтоғай кен байыту фабрикасында іске қосу реттеу жұмыстары басталды. Фабрикадағы сынақтар туралы Қазақстанның президентімен болған телекөпір барысында айтылды. 6 желтоқсанда елбасының қатысуымен 23 өнеркәсіптік нысан іске қосылды. Годовая мощность переработки... Кәсіпорынның жылдық қуаты 25 миллион тоннаны құрайды. Мұнда жылына 90 мың тонна катод эквивалентіндегі мыс өндірілетін болады. Инвестициялар көлемі 2 миллиард доллардан астам. Ауқымды өндіріс көлеміне қарамастан мұнда тек 1500 адам ғана жұмыс істейді. Еңбек өнімділігі саладағы көрсеткіштерден 10 есе артық. Бұл соңғы 60 жылда посткеңістік аумақта іске қосылған ең ірі жоба. Тауарлы мыс концентраты 2017 жылдың 1-90-ның соңында өндіріледі деп көзделген. Ақтоғайдың жалпы бюджеті 100 миллион долларға азайып, 2,1 миллиард ақш долларын құрады. Құрылыстың қарқынды жүруінің, жергілікті мердігерлер жұмысының долларлық құнының төмендеуімен, жергілікті мердігерлер арасында құрылыс жұмыстарының көпшілігін тиімді бөлудің арқасында үнемдеуге қол жетті.